Күз бен қыс. Бірінші бөлім. Жаздың соңғы күндері болатын. Бір күні түсте станция жақтан келетін қара жолмен бұрқылдата жүріп сүйіншілеп біреу шыға келді. Сүйінші, сүйінші деп екі санын сабалап келеді. Жақындай бере таныдық, кәдімгі өзіміздің Әжібек. Түнеугүнгі станцияға нағашысына қашып кеткеннен қайтқан беті. Басында пилотка, бұтында галифе шалбар, құдды әскердің өзі дерсің. Екі өкпесін қолына алып ұшып келеді. Өзіне қарай өре жүгірген біздерге сүйінші, сүйінші, Ырысбек қайтып келе жатыр соғыстан, деді алқына дауыстап. Мына төбенің астында келе жатыр, жүгіріңдер, сүйінші сұраңдар аймақтан. Біз әуеліде сәл абдырап қалдық, өйткені осыдан бір жыл бұрын Ырысбектен өлді деген қара қағаз келген еді. Әйелі Дүрия қыста Көлбай кереңді әйелінен айырып, соған тиіп алған болатын. Сөйтіп ел-жұрт мүлдем көтерізген адамды мына төбенің астында келе жатыр дейді. Сенерсің бе, сенбессің бе, әлде Әжібектің тағы да бір ойлап тапқан қылжағы боп жүрмесе? Әй, сенбей тұрсыңдар ма? Міне, мына киімдерді сол берді маған. Кеше станция басында ауылға қарай жетерімді білмей сенделіп жүргем. Апамды сағындым. Сорлай, менсіз күні не боп жүр екен? Деп, мына мен жетпегірлерді сағындым. Мына сен жетпегірлерді сағындым. Менсіз бастары бірікпей тоз-тоз боп жүрген шығар деп. Сөйтіп жүргенімде пойыз тоқтаған. Бір адам вагоннан түсіп елден ерек сарт-сұрт етіп келеді. Анадайдан көзіме оттай басылды. Әкемді көргенде айқайлап жіберіппін. Ырысбек аға деп. Көзімнен жас ыршып кетті. Жүгіріп барып бас салдым. Содан кешке дейін екеуміз станцияны араладық. Ырысбек ағаның неше түрлі сұлу таныс қыз-келіншектері бар екен. Шетінен во деген. Солардың үйінде болып шай іштік. Кешкісін ымырт үйірлі біреулердің тұсап жіберген аттарын ұстап міндік те түнделетіп жүріп кеттік. Ал аттар қайда? Қайда болушы еді? Әлгінде ноқталарын мойнына байладық та кейін қайырып айдап жібердік. Жануар жылқы деген жершіл болады емес пе? Бүгін ақ жетіп барар иелеріне. Сөзге айналып қалдық қой. Ал жүгіріңдер, тез сүйінші сұраңдар. Біз тым-тырақай ауылдың тұс-тұсына жүгірдік. Үйді аралай жүгіріп, есіктің алдынан терезенің тұсынан айқайлап өтеміз. Әже, сүйінші, Ырысбек аға келе жатыр. Апа, сүйінші, Ырысбек аға келе жатыр. Сода соғыстан қайтқан адамды бүкіл ауыл болып алдынан шығып қуана қарсы алу салтқа айналған. Сондықтан сүйіншісіне де кезіккен адамның бәрінен сұрай береміз. Лездің арасында ауылдың кәрі жасы тегіс бірі қалмай қара жолға қарай жүгірді. Бірі сенеді, бірі сенбейді. Былтыр қара қағаз келмеп пе еді? Қара қағаз деген кейде жаңыз келе беретін көрінеді ғой. Мына көрші колхозда да арттан қара қағаз келген біреу 3 ай өткен соң аман-есен тірі қайтыпты. Мұндайда қуанышқа да шыдай алмайтын кемпірлер көздерін сығымдап жылап келеді. Байқұс-ау, тірі екен-ау, дәм-тұзы әлі таусылмаған екен ғой. Менің құлынымда бір күні өстіп келіп жетіп келер кезі болар ма екен дүние-ай. Ей, әмірі күшті жаратқан, әлгі Дүрия сорлы қайтер екен енді. Сорлы боп, оны біреу төлеуіне беріп пе? Өзі балы өзіне жаман қардың, ең болмаса бір жыл отырмадау, артын күтіп. Енді бармағын шайнап отырсын. Алланың ісі десеңші, оны да әйтпесе Көлбай кереңге о байғұс қайбір жетіскеннен тиді дейсің. Бай-ау, Ырысбек қайда барар екен енді? Кімнің үйіне түсер екен? Туыс дейтін туыста жоқ қой бұл байғұста. Ел жұрт емеспіз бе? Қайсымыздың үйімізге кірсе де қарсы аламыз ғой. Бәрінен де азаматтың аман-сау оралғанын айтсаңшы. Өстіп кемпірлер мен әйелдер сансаққа кетіп тұрғанда төбеден Ырысбектің де қарасы көрінген. Біз балалар жарыса лап қойдық. Аға, Ырысбек аға, деп шұрқыраса дауыстап құстай ұшып келеміз. Бірімізден біріміз бұрын жетіп, бетімізден бұрын сүйгізуге асығамыз. Соғыстан қайтқан адамның бетінен бір сүйгенді әкеңнің бауырының сүйгендей олжа. Дәл солардың қасынан қайтып, солардың ыстық сағынышын, солардың сәлемін жеткізгендей көрінетін. Соның өзіне мауқымыз басылып, масайрап бір жасап қалатынбыз. Балалардың алды оған жетті де, енді Ырысбек оларды кезек-кезек құшақтап сүйеді-ау беттерінен деп ойлағанбыз. Жоқ, түк те олай еткен жоқ. Сүймек түгілі амандасқан да жоқ. Топырлап жеткен балаларға қабағын шытып, шаңдатпаңдар, деді ақырып. Көзін алақ-жұлақ еткізіп, алартып қойды. Иығына асынған мылтығын жөндеді. Қынай буынған әдемі жалпақ белдігін дұрыстап, жейдесінің етегін кейін қарай ысырып сәнтенді де, онан соң жолдың тақтақтау жиегімен әскери тәртіпте екі қолын сермеп тастап, сарт-сұрт адымдап жүріп кетті. Етегінің табаны дүк-дүк еткен сайын өкшесіне байлап алған әдемі жылтыр темірде сәнімен шылдыр-шылдыр етеді. Ол шопыр, деді Әжібек
біздерге түсіндіріп. Ырысекем атты әскерде болыпты. Соның белгісі. Біз аузымызды ашып, көзімізді жұмдық. Мұндай сәнді киімді де, мұндай сәнді жүрісті де, шпорды да, туысымызда бірінші көруіміз еді. Бәрінен де иығындағы мылтығын айтсаңшы. Ырысбектің алдартына шығып, әр затына қызыға қарап шұбап келеміз. Үлкендерге де таяу қалғанбыз. Шыдамсыз бір-екі кемпір құшақтарын жайып ұмтылса берді. О, айналайын, сені де көретін күн бар екен-ау. Асылдан қалған тұяғым-ай, ата-бабаңның әруағы жебеп, аман сау оралдың ба? Екі кемпір қабаттаса кеп құшақтап сүймегет, бірақ Ырысбек оларды қолмен сәл кейін ысырып, өзін құшақтатпады да, сүйгізбеді де. Есенсіңдер ме, аналар? Деді даусы гүретіп. Есенсіңдер ме, туған жер, ел жұртым? Деді онан соң өзін қарсы алып тұрған көпшілікке даусы саңқылдап. Даусы мұндай зор ашық болар ма? Әр сөзі балғамен соққандай естіледі. Екі кемпірден кейін қалай амандасарларын білмей жұрт аңтарылып қалған. Ырысбек сол шақ-шұқ етіп адымдаған күйінде олардың қақ ортасын жарып өтіп тура өз үйіне тартты. Ешкімге бұрылып қараған жоқ, ешкіммен сөйлескен жоқ. Енді бүкіл жұрт соңынан ілесті. Дәл есігінің алдына барғанда өкшесін сарт еткізіп тоқтады да, «Әжібек», деді. Әжібек жүгіріп барып оның қарсы алдына қалшиып тұра қалды да, қолын шекесіне апарып нағыз әскерше чест берді. «Бар, Дүриян шақырып кел, мына үйдің есігін ашсын», деді. Ырысбек әр сөзін шегелеп бұйыра сөйлеп. «Шаңырақтың иесі өлген жоқ, аман-есен келіп тұр де. От жағып түтін шығарсын». Бағанадан Ырысбектің қылығына түсіне алмай дел-сал боп тұрған жұрт бір ауыздан күрсініп, көздеріне жас алды. Ырысбектің мына сөздері бәрінің де ет жүрегін езіп жіберген тәрізді. «Алда сорлай, енді қайтсын? О, опасыз дүние десеңші. Шіркін-ай, осы азаматты күтпеген қатынды айтсаңшы», деп кемпірлер мен әйелдер тағы да күңкіл бір сөзге көшті. Ырысбек болса ештеңені естімегендей бір қолын мықына салып шіреніп тұр. Аспанға қарайды, қайта бастаған күнге қарайды, онан тауға қарайды, шоқыларды санағандай қадала түседі. «Туған жер, жеттім топырағыңа, енді өлсем де арманым жоқ», деді тебірене сөйлеп. Көзі жасаурағандай болды. Кемпірлер «Айналайын-ай» десіп, мұрындарын мырс-пырс тартып жылап жіберді. Әжібек те жеткен Дүриян ертіп. Дүрия анадай жерден тартыншақтап екі көзін жасқа толып боталап кілтті Әжібекке ұстата берген. «Дүрияй, өзіңге баш есікті», деді. Ырысбек тағы да даусын көтере саңқылдай сөйлеп. «Сүйіп алған жарым едің ғой, неке бұзып ажырасқан жоқ едік. Өзіңнің от жаққан жерің ед, тағы да кеп өзің жақшы отты». «Жөнау, Ырысбек жанның сөзі». Дүрия жасқана басып жақын келді де, Ырысбектің алдына жеткенде еңіреп жылап, оның аяғын құшақтай құлады. Көз жасы Ырысбектің шаң-шаң етіп, етігін айғыздап жіберген. Ырысбек әуелде екі иығы селк-селк етіп, бет-аузы тыржиып күліп тұрғандай боп көрінген. Енді бір сәтте тарам-тарам жас оның көзінен де сорғалады. Екеуі осы бір күйде тұрды да қойды. Дүрия оның аяғын құшақтап, бас көтерместен көл-көсір боп еңірейді. Ырысбек болса екі иығы селк-селк етіп, аяғынан байлаулы адамдай тапжылмайды. Не еңкейіп иілікпейді. Әлден уақытта кемпірлер барып Дүрияны қолтықтап тұрғызып алды. «Есік аш, қарағым», деді. Дүрия жылағанын қойып, көз жасын жаулығының ұшымен сүртті де барып есікті ашты. Ырысбек өзі бастап үлкендердің бәрі ішке кірді. Әйелдер дереу сыпыртқы тауып, су сеуіп үйдің ішін тазартып сыпыруға кірісті. Екі-үш әйелді Дүрия үйіне ертіп әкетті де көтергендерінше көрпе-жастық, киіз, ыдыс-аяқтар алып келді. Есік алдына көрші қолаңдардың самаурындары әкелініп шай қойылды. Лездің арасында бір жылдан бері қаңырап иесіз тұрған Ырысбектің үйі гу-гу еткен қызық думанға толды да қалды. Үйдің іші ысып кеткен соң терезені жақтаумен түгел алып тастаған. Мұнысы бізге, балаларға рахат болды. Енді іштегілердің гу-гу сөздерін сырттарға ойнай жүріп ақ тыңдай беретін болдық. Үлкендердің сөздерін тыңдауға шетімізден әуес-ақпыз. Ол сөздерді біз тыңдауға лайық па, жоқ па, ол жағын білмейміз. Әйтеуір олардың ауыздарынан шыққан жақсы сөзді де, жаман сөзді де қағып ап бойымызға сіңіре беретінбіз. Біртіндеп жұмыстан қайтқан еркектер мен шалдар да келе бастады. Дүрияның кейінгі тиген күйеуі Көлбай керең де келді. Екеуі төбелесетін шығар деп біз балалар терезеге үймелей қалғанбыз. Жоқ, төбелеспеді, қол алысып амандасты да Көлбай керең есік жаққа мыжырайып отыра кетті. Бөркін алып басын қасынды да, онан соң көзіне дейін түсіріп
қайта киіп алды. Үй шаруасымен кіріп шығып жүрген Дүрияға бірдеңе деп күңкілдеп еді, анау қабағын шытып сөйлеспеді. «Дүрия», деді Ырысбек дауыстай сөйлеп. «Жаным, менің домбырам, гармоным, мандолинім, скрипкам қайда?» Қазір, деді Дүрия. Әжібекті ертіп үйіне қарай жүгіре басып кетті де сәлден соң екеуі әлгінде Ырысбек сұраған бар аспаптарды көтеріп жетті. «Ой, бәрекелді, Дүрияның мұнысы іс болды», десті риза болған ақсақалдар. «Рахмет жаным», деді аспаптарын көргенде жүзі жайнаңдап кеткен Ырысбек. Домбырасын жұлып ап, құлақ күйін келтіріп қағып жібергенде үйдің ішіне уыс-уыс күмісті шашып қалғандай болды. Тосаңсып қалған қолын жаттықтыру үшін құлақ күйлердің біразын бірінен кейін бірін шұғыл қайырып тастап отырды да бір кезде еті қызған жүйріктей күмбірлетіп ап жөнелді дейсің. Үйдің ішіндегілер де, сыртта терезе түбінде тұрған біздер де демдерімізді ішімізге тартып сілтідей тына қалдық. Қос ішекті ағашта осынша құдірет болады деп кім ойлаған? Бірде бебеу қағып, бірде сұңқылдап, көңілді алай-дүлей аласапыран күйге түсіріп, мүлде естен тандырды. Екі көзіміз телміріп Ырысбекте, оның ерекше қасқайып отырысына да, күңірете тершіген сұлу жүзіне де, ойнақшыған өткір көзіне де, қайратты қара шашына да ынтызар боп қызыға қараймыз. Үйдегі бүкіл ауыл адамдары бір төбеде, Ырысбек өзі бір төбе. Байқаусызда қаз, тауықтардың арасына кеп қонақтап қалған қыран бүркіт сияқты. Күйді ойнап болғаннан кейін домбырасын көкірегіне басып, көзін жұмып, бала тербеткендей ырғатылып сәл отырды. «Жұртым», деді, онан соң даусы елжіреп егіліп шықты. «Алыста қан майданда жүргенімде отырсам ойымнан, ұйықтасам түсімнен шықпады туған жерім. Жоңғардың мынау жоталары дүниенің төбесіндей де, басқа жер осының етегіндей боп көрінді. Сондайда дүние-ай, туған жерге аман-сау оралып, сол жоталарға бір шығып, дүниенің төбесінен қарар күн болар мекен деп армандаушы едім. Сол арманыма бүгін міне жетіп отырмын. Әлгінде де айттым ғой, тағы да айтам. Қазір табанда осы арада жан тәсілім етсем өкінбеймін енді. Өздерің өліп тірілген адам деп отырсыңдар мені, ол рас. Мен бір өліп, сонан соң қайта тірілген адаммын. Мені тірілткен мына сендердің ақ тілеулерің, дарқан пиғылдарың. Ризамын, елім, жұртым. Мен жауған оқ пен жанған оттың арасына қандұрысқа 3 рет кірдім. 2 рет аман шықтым, 3-ші ретте жараландым. Өте ауыр жараландым. Мына кеудеме оқ дейіп 2 күн ұрысталасында есімнен танып, қансырап жатқанымда орыстың бір қаршадай қызы жанымды арашалап аман алып қапты. Мені өлдіге жорып қойған екен, енді болмаса көп өлікпен бірге көмген дейді екен. Сонда әлгі қыз бала менің әлі де тірі екенімді біліп аузыма су тамызыпты. Мен бейбақ сөйтіп дүниеге қайта оралдым, сөйтіп тірілдім. Госпитальға келіп, кеудемді тіліп, өкпемнің оқ тескен тұсын ойып алып тастады. Сөйтіп орнымнан тапжылмай 3 ай жаттым. Үй ішіндегілер аһ ұрып күрсініп, кемпірлер мен әйелдер көздерін сығымдай берді. Айналайын-ай, көрер қызығың әлі бітпеген ғой. Ой дүние-ай, талай боздақтар қалды ғой, сөйтіп қансырап талай жерде. Қу соғыс көріңде өкіргір пашист. Орысымнан айналдым, шіркін қаршадай қызының істеп жүргенін қараш. Ей, түге тоқтаңдаш, тұс-тұстан сапылдап жарыспай әңгімесін тыңдайық. Ырысбекжан, сен өзің пашист деген иттерді көре алдың ба, қандай болады екен? Иә, соны айтшы, түрлері қандай өзі, кәпірлердің? Адам сияқты ма? Деп байдалы шалда қозғалақтап қойды. Газеттердегі суреттеріне қарасаң, жаның түршігеді ғой, өздеріне неше түрлі хайуан жәндіктерге ұқсайды. Ерлеп жатқан жылан сияқтысы да, тісі ақсиған қорқау қасқыр сияқтысы да, әйтеуір тосылып жатқан жексұрындар ғой түрлері. Фашист дегенді көрдім, деді Ырысбек. Бір офицері қолға түсіп, соны мына тапсыз отырғандай жерден күзетіп тұрдым. Өңдерінде қан сөл деген болмайды екен. Кісі өлтіретін адамның түрі сондай болады ғой. Көздері қанталап тұрады екен. Астапыралла, қанға тоймайтынның өзі десеңші, тұмсықтан салмадың ба иттің баласын? Қолға түскенді ұруға заң жоқ қой. Әлгінің қасында 1 сағаттай тұрғанымда әлгі қан жұтқан ауадан жұтқаныма жеркендім. Бірақ амал қанша шыдау керек. Күн батып ел орынға отыратын кез болды, бірақ бірде-бір адам тараған жоқ. Ырысбектен соғыс жайын, өзінің қай майданда, қай жерлерде болғанын, ауылдан кеткендерден кімді көргенін үсті-үстіне сұрайды. Бір айтқандарын қайта-қайта айтқызады.
Таңырқасып таңданса таңданады, жандары ашиды, бір ауық көздерін шылап жылайды. Оның әңгімелерін анық ести алмай қор болған Көлбай Керең ғана кеңірейіп, әркімнің аузына жапақтай қарап көңілсіз отыр. Алғашқыда ол қасындағылардан не дейді деп сұрап отырды да, ақыры олар мезі болғандай теріс айнала бастаған соң мазалауын қойды. Бір мезгіл Дүрияға «Әй, үйге қайтайық та» деген. «Жә, отырш жайыңа» деген Дүрия зеки сөйлеп. Өзі дастархан жайып шай әзірлеп тынын тапқан жоқ. Ырысбектің әңгімелерін үзік-үзік тыңдап жүр. Ести алмай қалған тұстарын әйелдерден сұрап алады. Есік алдына шыққан сайын егіліп-егіліп жылайды да ішке кірерде көз жасын сүртіп тастайды. Терезе алдында топырлай тұрып, іштегілердің бірде-бір сөзін, әңгімелерін қалт жібермей тыңдаймыз. Бір ауық жалыққандарымыз есік алдында қалың көк шөпке алысып-жұлысып ойнап аламыз. Мұндай күндері біздің қуанышымыз бөлекше. Өйткені бүкіл ауыл көңілденіп думанды боп қалады. Жұрттың қабақтары ашылып, жүздері жадырап, бір күнге болса да бастарындағы ауыр қайғы қасіреттерін сейіткілері келгендей күйге ауысады. Қайтқан адамның әңгімелерін тыңдап, өздері де сөйлеп шерлерін тарқатады. Мұндай күндері бастарына секірсек те біздерге ұрсып зеку деген болмайды. Кірген шыққан табақшы әйелдер «Әй, мына балалар аш қалмасын» деп бір тостаған толы сүтке шылаған талқан берсе, бірі қуырған бидай уыстатады. «Өй, айналайындар-ай» деп мүсіркеп қояды. Осыдан кейін біз шаттанбай кім шаттансын? Түннің жарымы тұрмақ, таң атқанша, қашан үлкендер тарағанша жату жоқ. Ойынның түбін сүреміз. Түннің ортасы болды, бірақ жиналған жұрт қозғалар емес. Ырысбек біресе гармонын тартты зарлатып, біресе мандолины мен скрипкасын ойнады сыңсытып. Қолына қайсысын алса да іркілмейді, құйқылжыта жөнеледі. Неше түрлі әуендер, татар, орыс, қырғыз, қазақ саздары бірінен кейін бірі төгіледі. Пақ шіркін, өнеріңе болайын. Өнерпаз деп осын айт. Он саусағың бал екен-ау. Елдей тыңдаған жұрт таңдайларын қағып тамсана түседі. Ырысбек-ай, даусыңды сағындық қой, шандозым. Бір әудеп жіберсеңші деді шыдай алмаған байдалы шал. Я, бір әудеп жіберші, ән салшы деп. Енді оны тұс-тұстан қолқалады. Халқым қалау айтты ғой, әпкеші домбырамды деп. Ырысбек көтеріле бір сөйлеп, қолына домбырасын алды да күмбірлетіп күйлей жөнелді. Өзі сұстанып, ойлы күйге түсті. «Дүрия қайда?» деді, онан соң саңқ етіп. Дүрия есіктен басын сұққан. «Келші бері, отыршы қасыма». Дүрия ыңғайсызданып қипақтап қалған. «Кел, отыр қасыма», деді Ырысбек екінші рет әмірлі үнмен. «Әй, Дүрия, бар, отыр қарағым қасына». «Өзі шақырды ғой, отырсаңшы». «Я, отыршы қасына», десіп, жұрт жан-жақтан кеу-кеулеп, қолынан тартқандай ғып, апарып оны Ырысбектің қасына отырғызды. Дүрия қып-қызыл боп қызарып, шамның жарығына жақын отырған жүзі ерекше алаулап, сұлуланып кетті. Көлбай Керең Ырысбектің саңқылдай айтқан сөздерін естіген кезде көзі бажырайып, Дүрияға кішіне қараған. Енді түк көрмегендей басын тұқыртып бүкжие берді. Ырысбек домбырасын қағып-қағып қалды да майда қоңыр үнмен бастай жөнелді. Айтады бір жан өлең ентелетіп, бір жанды халқым қойдау еркелетіп. Деген кезде шалдар бір қозғалып, «Уай, не дейді-ау?» «Пәлі, шіркін» десіп, кеу-кеулеп мәз боп қалды. Мұнан әрі Ырысбек тынысын бірі кеңейтіп алды да бар даусының қуат құдіретін әннің қайырмасына салды. Ахау ләлайға салып, мұндай да зор, мұндай да асқақ, мұндай да әсем, сазды сұлу дауыс болар деп кім ойлаған? Соңғы 3 жыл бойына жылау-сықтаудан, қасірет қайғыдан, қаралы күйден ығыр болған мынау майшамдарды сығырайған ауылды, мынау меңіреген қараңғы түнді, сонау күрсінгендей боп дүңкиіп жатқан биік-биік шың жоталарды осы бір асқаған лезде кеулеп, сілкіп-сілкіп қалғандай болды. «Уа, өркен өссін азамат, көп жаса қарағым», деп жұрт естен тана тәнті боп мүлде есеңгіреп қалды. «Ал, тағы да деп жібер, тағы да» дейді. Ырысбекте көп жалындырған жоқ. Bir жанна кейін Ақан серінің, Иман Жүсіптің, Әсеттің әндерін бірінен бірін асыра шырқады. Бірде еңіретіп, егілтіп, бірде наздандырып, бұрын түйсініп, сезініп білмеген әсем күйге түсірді. Біз, балалар, ойын дегенді ұмытып, дүниеде осындайда сұлулық, осындайда сырлылық, кербездік, тіпті түсіндіріп айтуға тіл жетпес
бір тәтті сәттер болатынын ұғып тұрмыз. Ырысбек қозы көрпеш баяндай бір молада өлсек-ау деген тұста кіп-кішкентай жүректеріміз бұлқынып түскендей болды. Терезеге ентелеген күйде біріміздің қолымыздан біріміз тастай қатып ұстай беріппіз. Қайран Ырысбек аға, байғұс Ырысбек аға, деді балалардың бірі сыбырлап. Ырысбек болса енді Дүрияға аса бір мұңлы кейіпте қадала қарап қапты. Ей Алланың жазмыш-ай, пендеңе көрсетпейтінің жоқ екен-ау, деді кемпірлердің бірі қатты күрсініп қап. Жә, көп отырып қалдық қой, қайталық енді. Ырысбекжан, алыс жолдан келдің ғой, жатып демалсын, деді байдалы шал. Жұрт орындарынан қозғалып тұрып кетуге ыңғайланды. Дүрия да тұра берген. Тоқта, отыр, деді. Ырысбек оны қолынан тартып, онан соң даусын көтере, ағайын, тізе бүгіңдер, айтар арызым бар бәріңе, деді нық үнмен. Жұрт ошарылып қайта отырысты. Бәрі аңтарыла қарайды Ырысбектің аузына. Ырысбек әлі со Дүриядан көз айырмаған мұңлы кейіпте отырып толқи сөйледі. Мынау отырған менің сүйіп қосылған жарым еді. Бүгінде басқа біреудің әйелі болып отыр. Бірақ мен неке бұзып ажырасқан жоқ едім. Амал қанша, сұм тағдыр екеумізді де тәлкекке салыпты. Жоқ, мен мұны кінәламаймын. Қарғысымды соғысқа айтам. Уа ағайын, жарымды қайтарып беріңдер маған. Үйдің іші тым-тырыс боп тына қалды. Енді жұрттың көзі тегіс есік жақта кеңірейіп отырған Көлбайға ауған. Ол әлі де толық ести алмаған бағжаңдай береді әркімге. Дүрияны қайтарып алам деп отыр Ырысбек, сен не дейсің? Деді жақын отырған біреу құлағын айқайлап. Жоқ, мен қатынымды қайтарып бере алмаймын, деді ол үзілді-кесілді көзі шатынап. Сен не дейсің қарағым Дүрия? Деді қарттардың бірі. Дүрия сәл үнсіз отырды да көзіне толған жасты ысырып тастап, егер Ырысбек қал десе мен осында қалам. Бүгін түнде өліп сүйегім осы босағадан шығар болса ризамын, деді. Алла байқұса енді қайтсын. Шын сөз ау, не десін енді, өзі де солай ғой. Көлбайдың қасында отырған адам Дүрияның сөзін оған айқайлап жеткізген болатын. Көлбай ұшып тұрып, қонышынан 200-ді ұзын сапыны жарқ еткізіп суырып алды. Түнеу күні Махмұт деген шешеннен бір лаққа сатып алған болатын. Жарып өлтірем, деді ұмтылып. Бірақ төңірегінде отырғандар ұстап жібермей қалды. Ол осы кезде Ырысбекте атып тұрып, қабырғада ілулі тұрған мылтығын жұлып алды да Көлбайға қарап басып қалды. Абейір болғанда қолын біреу қағып үлгеріп, оқ Көлбайдың төбесіндегі бөркін ғана ұшырып түсірді. Үйдің ішіндегілер апыр-топыр боп естері шығып кетті. 3-4 адам Көлбайды далаға сүйретіп әкетті. Ал ағайын, сендердің алдарыңнан өттім. Ендігі сөзді Көлбайдың өзімен сөйлесем, тараңдар енді, деді Ырысбек. Сөйтіп жұрт таң алдында тарады. Ырысбек пен Дүрия екеу оңаша қалды. Біз де тарамақ едік. Әжібек 3-4-еуімізді басқалардан бөліп алып қалды да, тоқтаңдар, қызықтың көкесі енді болады, деді сыбырлап. Қазір Ырысбек Дүрияны итше тепкілеп сабайды әлі, тіпті атып тастауы да мүмкін. Соны көріп кетейік. Ондай қызықты көруге біз қарсы болмаушы едік, қайта жанып түстік. Сырттан ашық терезеден бастарымызды қылтаңдатып көзге түсіп қалғаннан гөрі ауыз үйге кіріп ішкі үйдің есігінің саңлау тесіктерінен сығалауды жөн көрдік. Әжібек бастап аяғымызды ұшынан басып тас қараңғы ауыз үйге кірдік. Ішкі есіктің саңлаулары шынында да аңғал-саңғал екен. Іштегінің бәрі көрініп естіліп тұр. Саңлауларға кеп жабыса қалдық. Ұршы мені, Ырысбек, ұршы, деді Дүрия жалбарына сөйлеп. Сен ұрғанша мен жындан кетейін бе сәулем? Құдай-ау, сенің алдыңдағы кінәмді қайтып жуып шаям. Сен мені пышақсыз кескілеп тұрсың ғой, Ырысбек-ау, ең болмаса шапалаққа бір тартшы, көңілім көншісін, табаныңды сүйінші. Дүрия оның аяғын құшақтап отыра кеткен, бірақ Ырысбек оны дереу көтеріп алды. Асылшы мойныма, деді. Онан соң Дүрияның аяғын жерге тигізбей, тік көтерген күйде бетіне бетін тақап шаншыла қарады. Жаным-ау, жараң ауыр ғой, қойшы, қайтесің мені көтеріп, мен бұрынғыдай емес сілдеймін, сағындым сені. Біздің қасымызда тұрған Әжібек ыза боп кетті. Ой, мынаның өзін жігіт пе десем, қатын жанды бірдеңе ғой, бұзауша жаланып, деді күйіп-пісіп. Мұндай қатынды әкесіне көрістіру керек қой, әттең. Дүрия көрпе жастықтарды жинап төрдің алдына төсек салды да үрлеп шамды сөндірді. Біз өзіміз күткендей қызық ештеңенің болмағанына әжептәуір көңілсізденіп қалдық.
Сәгіндім сені дейді ғой. Өй жалақ неме бұзау, деді Әжібек сақаулана мазақтап. Біз енді кеткелі тұрғанда тыстан тасыр-тұсыр боп біреу кіріп келді де қараңғыда сипаланып барып ішкі есікті іздей бастады. Қабырғаға жабыса қалдық та кейін түкпір бұрышқа қарай жалыстадық. Көлбай керең, деді Әжібек қуана сабырлап. Құдай берді, қызық енді басталды де, хе-хе, деп алақанын шыдамсыздана ысқырылап күліп қойды. Көлбай есікті тапты да жұлқып серпіп шалқасынан ашып тастады. Іштен сіріңке шағылған, көзді ашып жұмғандай қасқағым сәттің ішінде тарқатылған шашы иығына төгіліп, үрейлене түскен төсектен басын көтерген Дүрияны сіріңке шағып орнынан тұра берген іш киімшең Ырысбекті сапысын жарқ еткізіп екеуіне қарай дүлей боп ұмтылған Көлбай кереңді көріп үлгердік. Дүрия шыңғырып жіберді. Сіріңке өшті де үйдің іші тастай қараңғыланып, апыр-топыр айқас боп кетті. Көлбай керең Ырысбекке сапысын салды ма жоқ па кім білсін, біз Әжібектен өзгелеріміздің үрейлеріміз ұшып қалтырап кеттік. Еркектердің ышқына ыңқылдағандары тарс-тұрс дыбыстар ғана естілді. Қараңғыда бірін-бірі шақ-шұқ соғып жүрген анық. Бір сәт ауыз үйдің біз тұрған бұрышына қарай лақтырылған бір нәрсе сарп етіп аяғымыздың астына кеп түсті. Әжібек лып дегізіп көтеріп алған Көлбай кереңнің сапысы екен. Енді біреуі былшылдатып соққан жұдырықтарының дыбысы шықты. Бет ауызға ұрып жатыр. Деп ыңырсыды біреуі. Жүріңдер құрсын кетейік, деді Әжібек. Пәлесінен аулақ. Күткенімізде осы бұйрық ет. Зытып далаға шықтық. Әжібек Көлбай кереңнің сапысын қойнына тығып ала кетті. Бәсе, еркек деген осындай болмаушы ме еді? Тек қараңғыда төбелестерін көре алмадық әттең. Қай жеңгені біздікі? Солай емес пе? Таңертең белгілі болады ғой, әлі айтам ғой. Көлбай керең бәле. Таңғұлан иектеніп, төңірек бозамық тарта бастапты. Әр үйдің қорасынан баж-баж етіп әтештер шақырып жатыр. Былайырақ ұзаған соң Әжібек қойнындағы сапыны шығарып, көше шетіндегі қалың шөптің ұшар бастарын орып-орып түсті де, бұл сапы енді мына әжекеңдікі болады, деді насаттана. Ауыздарыңнан шықпасын. Аузымыздан шығарып неміз бар? Әжібектен өле алмай жүрміз бе? Сөйтіп үйді үйімізге тарадық. Сәске кезінде балалар көше ортасына тағы топтала қалғанбыз. Әжібек келді де түндегі төртеумізді оңашалап алып шықты. Сендер ештеңе естіген жоқсыңдар ма? Деп сұрады. Жоқ, не жайында, не боп қалды? Ойбай, масқара болатын түрі бар. Көлбай керең үштігелі жоқ. Неге? Қайда кетіп, қайда жүрген ешкім білмейді. Бүгін ертемен қырманға астық тастауға шығу тиіс екен. Әлгінде бастық бригадир есепші болып барлығы жабыла іздеп еш жерден таба алмады. Үйі кешегі құлыпталған күйінде тұр. Ырысбектен сұрап барған екен, жөнді жауап бермепті. Бектай есепші кішкене қадалыңқырап тұрып алған екен. Қаныңды ішем, иттің баласы, құрығане көзімнен, деп мылтығын ала ұмтылып қуып шығыпты. Меніңше сол керең сорлыны өлтіріп тастап жасырып отырған болу керек. Бектай айтады, көзі қып-қызыл боп қанталап тұра ұмтылғанда зәрем ұшып кетті деп. Бапше, Ырысбектен бәрін күтуге болады. Стансада кездескен соң мен 1-2 күн қасында болып көрдім ғой. Кейгейдегі істері тіпті қызық. Сау адамның іс емес. Доп-дұрыс келе жатып мінезі аяқ асты сайтан сияқты құбылады. Әйтеуір бір кілтипан бар өзінде. Жүріңдер, барып байқастап көрейік, бәлкім Көлбай кереңнің өлігінде байқап қалармыз. Біз келгенде терезе сол кештегі жақтаумен алулы үңірейген қалпында тұр екен. Іштен домбыра үні естілді. Ашық терезеден көз салғанбыз, түндегі Дүрия салған төрдегі төсек әлі жиналмапты. Ырысбек шалбарын шпорлы етігін киген. Іште жейдешең күйінде шалқасынан түсіп төбеге қарап жатыр. Қолында домбырасы тыңқылдата шертет. Бізді байқап қап, «Әй, Әжібек, адъютант, кір бер үйге», деді. Әжібек бізге күте тұрыңдар деп ымдады, ішке кірді. «Ассалаумағалейкум» деп сәлем берген. Ырысбек басын көтеріп алды да оған шытына қарап, «Ассалаумағалейкумың не сенің? Мойныңды бұрап алайын ба осы?» деді жекіп. «Бар, ауыз үйге шықта, қайта кіріп, солдатша сәлемдес». Әжібек ауыз үйге шығып, одан қайта кірді де есік алдына қалт тұра қап, қолын шекесіне апарып, «Здоровье желаем, жолдас командир», деді. «Міне, енді дұрыс, вольно. Саған тапсырма бар. Қазір ана ошақ басында жатқан қышқашты алда, есік алдына от жағып, әбден қып-қызыл боп болғанынша қыздыр. Қызарған кезде маған кеп айт. Бар, орында бұйрықты». Әжібек бұрылып кете берген. «Әй, тоқта, не деу керек? Қалай шығу керек?»
Әжібек қалт тұра қалды да тағы да қолын шекесіне апарып, құп болады, жолдас командир, деді саңқылдап. Бар орында. Біз Ырысбек пен Әжібектің мына ақылықтарына мүлде қайран боп қызығып тұрмыз. Әжібек болса сыртқа шыға бере кейін қарап, аузын қисаң еткізіп мазақтап тілін шығарды да біздерге көзін қысып қойды. Онан соң Ырысбектің өзіне тапсырған бұйрықтарын бізге бұйырды. Біріміз ошақ басынан қышқасты тауып әкеліп, қалғанымыз отын жинастырып от тұтаттық. Мұнысы несі, мұны қайтер екен деп аң-таңбыз. Отты біраз өртей жаққаннан кейін қышқаш қызып, бас жағы қызыра бастаған. Әжібек ішке кіріп Ырысбекке хабарлады. Сәлден кейін гимнастеркасын киіп, белдігін буынып, сарт-сұрт етіп Ырысбек шықты да Әжібекке кілт ұсынып, анау аш есікті, деді қораның аузындағы тот басқан үлкен қара құлыпты нұсқап. Әжібек барып қораның аузын ашты. Ішіндегі көлбай байлаулы жатыр. Барда аузына тығындалған шүберекті алып таста. Мұңын шағынғандай көкірегіңді астан-кестен қып жылағыңды келтіреді. Әсіресе төменгі пернелерге жеткенде айрықша зар илеп, жүрегіңнің бір жерін үзіп ала жаздай шым-шым еткізеді. Домбыра деген осы екен-ау, күй деген осындай болады екен-ау.
Ырысбек домбыраны ұзақ шертті. Бірауық сол жатқан күйінде ыңырси әндетіп бұрын біз естімеген зарлы бір әуен бастады. Басқа сөздерін жаттай алмасақ та қайырмасын бірден қағып алдық. Әскер боп тудым, белімдай будым, қайтейін сұм фашистке қарсай тудым-ай. Екі-үш аузын қайталағаннан кейін қалтасынан орамалын алып көзін сүртті. Біз оның жылап жатқанын енді байқадық. Әжібек-ай, бауырым-ай, өмірің тек қуанышпен өтсін, деді даусы жарықшақтана дірілдеп. Әлгі жеңгеңді, Дүрияны шақырып келші, мені жаны ауырып күйзеліп жатыр деші. Әжібек қасына мені ертіп алды да, екеуміз әні-міні дегенше ауылдың шетіндегі төбеге, қырманға жарыса жүгіріп жеттік те, Дүрияны ертіп кейін қайттық. Ырысбек әлі со зарлы әуенді айтып күңіреніп жатыр екен. Дүрияны көре сала домбырасын тастай сап ұшып тұрды. Әйелін кешегі күн емес дәл бүгін көргендей ұмтылып кеп құшақтай алды да еңкейіп оның көкірегіне бетін басып тұрып алды. Бізге ол балаша солқылдап жылап тұрған сияқты боп көрінді. Үй ортасындағы бұл тұрыстарынан қысылғандай болған Дүрия күйеуінің құшағын босатпақ боп көрген. Отыршы Ырысбек, қойшы, бұл тұрысымыз ұят қой, дей берген, бірақ Ырысбек айырылмады, жібермеді. Әжібек кетейік дегендей ымғақты, бұрылып көшеге шықтық. Әжібек тағы да Ырысбекті жалақ бұзау деп даттайтын шығар, мазақтайтын шығар деп ойлағамыз. Жоқ, ол ештеңе деген жоқ. Мырс етіп күлді де басын шайқады. Онан соң қолын күнге көлегейлеп аспанға қарады. Шаңқай түс. Қарнымыздың ашқанын енді сездік. Үйде жаңа астықтың ұнынан пісірілген нан бар. Табадан шыққан бойы жып-жылы тұрған шығар. Нанды сөз етуіміз-ақ мұң екен. Жаңа піскен нанның иісі танауымызды жарып, бұрқырап құя берді. Бүкіл ауылда жаңа піскен нанның иісі аңқып тұр. Ырысбек бір жетідей тырп етіп үйінен шыққан жоқ. Қашан барсаң жинаусыз төсектің үстінде шалқасынан түсіп, домбырасын тыңылдатады да жатады. Бұл дүниеде не боп жатыр, не тіршілік бар, оның бірде-бірімен ісі жоқ. Бірауық күңірене әндетіп өзімен өзі жылап алады. Кейде ол үйін төңіректей ойнап жүрген біздерді де ішке шақырып ап, жағалай отырғызады да, өзі бәрімізге мүсіркей аяй қарап, о, көзімнің нұрлары деп елжірейді. Үні соншалық жұмсақ, жанары мейірімді аст үстіне түсіп, еркелетіп, дәл біз бір туған ағаңдай көрінеді. Әрқайсымызды басымыздан сипап, көкесінен айнымаған күнім деп қояды. Мұндайда біздер тамағымызға бірдеңе кептеліп тұрып қалғандай жұтына береміз. Жапалақтай бастаған көзімізді жасырамыз. Өстіп бәрімізді жылы сөздерімен бір-бір айналып толғанып болғаннан кейін әңгіме бастайды. Соғыстағы бастан кешкендерін, көрген-білгендерін, қырғын өлім жайлы, ұрыс даласында қалып азап шеккен жаралылар жайлы егіле отырып айтады. Біздің қиналған түрлерімізді көрген сайын неше түрлі аянышты, үрейлі оқиғаларды бірінен бірін асырып бастырмалата түседі. Ақыры әңгімесінің бір тұстарында өз айтқандарына өзі шыдай алмай булығып жылап жібереді де, қол орамалын алып қалш-қалш етіп бетін басқан күйде, енді кетіңдер, шығыңдар үйден дегендей қолын сілтеп жастыққа қисаяды. Біз үрпейісіп сыртқа кетеміз. Тағы да домбыраның шерлі күмбірі, өкінішке толы азалы шертпелер, күңіренген зарлы әуен. Әскер боп тудым, белімдай будым, қайтейін сұм фашистке қарсай тудым-ай. Оның бұл әуені бізге де қатты әсер ететін боп алды. Естіген кезімізде төбе құйқамыз шымырлап дірілдеп кетеміз. Көзіміз боталап, бір-бірімізден теріс айналамыз. Күнде түс кезінде Дүрия тамаққа қайтады. Сондағы Ырысбектің қуанғанын көру тіпті керемет. Домбырасын тастай сала ұшып тұрып әйелін құшақтай алады да, оның көкірегіне, мойнына, қалың бұрымды шашына бетін басып, қашан мауқы басылғанша тұрып алады. Дүрия оны арқасынан қағып шашынан сипап, мейірлене иіскеп, баласынша еркелетеді. Сөйтіп тұрып тезірек құшағынан босанғысы келеді, бірақ Ырысбек айырылмайды, жібермейді. Мұндай сәтте бізде тым-тырыс қана бұрылып ап жөн-жөнімізге кетеміз. Ауыл арасында Ырысбек туралы әртүрлі әңгімелер тарай бастады. Біреулері оны аурулы екен, ауру жарақаттан кейін ептеп ауысқан көрінеді деп аяныш білдірді. Екіншілері жарықтық, бабасы аруақты арқасының ұстамасы бар бақсы кісі еді. Бұл Ырысбек те тегін емес, бойында тұқым қуалаған бірдеңе бар деп жорамал жасады. Үшінші біреулер, өй қойшы әрі,
Бұл Ырысбек баяғыдан белгілі емес пе? Айдың күні аманда оқудан қашып, оқу оқымай, не берекет тауып, жұмыс істемей, гармон домбырасын арқалап, ел кезіп, өзінше сері танып, той-томалақ іздеп, тентіреп жүрмеуші ме еді? Бәрі со жұмыс істемеудің амалы деп кінә тақты. Соңғылардың сөзі төркінінің бір жанды жері бар еді. Соңғылардың сөз төркінінің бір жанды жері бар еді. Колхоз бастығы Нұғыман оған өзін қалаған бір жұмысқа шық, мұндай кезде үйде жатқаның келіспейді деп екі дүркін кірген екен. Бірақ Ырысбек сазарған күйде онымен мүлде сөйлеспей қойыпты. Ал Көлбайгерең Ырысбек десе әзірейілінің атын естігендей азарда безер қашатын бопты. Әнеугіні қора ішінде Ырысбектің бұған не істегені сол күй жұмбақ. Сұрағандарға Көлбайгерең атай көрме сұмдық деп түңіле жағасын ұстайды, бірақ не сұмдық екенін түсіндіріп және айтпайды. Сен сұрама, мен айтпайын дейді. Кереңнің мінезі белгілі, айтпаймын десе бітті, айтпайды. Өзі дүриядан мүлде күдерін үзіп, сиыр фермада сауыншы боп жүрген бұрынғы әйелі Әпішті қайтып алды. Ол екеуінің қайта қосылуы да ауылға жырдан қызық әңгіме боп тарап кетті. Көлбайгерең ат-арбамен жем тартып фермаға барса, Дүрияның мұны тастап кеткенін естіген Әпіш қарсы алдынан жылап шығып, «Жәкемнің баласы-ау, не боп кеткенсің азып-тозып» деп кеп басы салады. Көлбайгереңнің түрі шынында да адам аяйтындай алым-жұлым екен. Ырысбектің соққысынан бет-аузы көкпеңбек, неше күннен бері ыстық тамақ ішпей, көзі шүңірейіп, жағы суалған, сақал-мұрты қауғадай боп өскен, жалғызсырап үш қыста боп жүрген адам бұл да шыдай алмай еңіреп қоя береді. «Бір ажалдан қалдым ғой, Әпіш» деп өзінің Ырысбектен көрген зәбір жапасын айтып шағынады. Бір лаққа айырбастап алған екі жүзді алмас сапысынан айырылғанын айтады. Ұрынарға қара таппай жүретін ұрысқақ Әпіш, сенің кемтарлығыңды басынғаны ғой әдіре қалғыр. Оның қатынының сенен қай жері артып тұр екен? Сонша қорлайтындай. Жүр, екі аяғы көктен салбырап түссе де көрейін мен оны деп долданып көрпе жастығын арқалай-марқалай арбаға отырады. Есігінің алдына жеткен бойда, ал сен мына көрпе жастықты үйге кіргізе бер деп өзі екі кештің арасында Ырысбектікіне кетеді. Көшенің басынан кіре сықпырта бастайды. Әдіре қалғыр, байымды сонша қорлайтындай қатыныңның несі артық еді? Он есей, әлде сені соғыстан қайтарғанда ауылдағы кем-кетіктерді қырып жой деп қайтарып беді. Әпіш араласқан жерде бір сойқанның болатынын білетін көрші-қолаңдар тегіс жиналып қарап тұрыпты. «Әй, Дүрия, қайда әлгі байың, шықсын бері» деп жете бере айқайлап, «Көлбайымды жеңгенін білейін, қане менімен ұстассыншы». Ырысбек Әпіштен шынымен-ақ қорыққаны ма, әлде көкдолы әйелмен беттесуді ер басына ар көргені ме, әйтеуір ауыз үйдің артқы терезесін жұлып тастап қашып шығыпты да тығылып қашан Әпіш кеткенше үйіне жоламапты. Дүрия болса Көлбайдың сапысын Ырысбек алмады деп ансу ішіп, қарғанып, нан ұстап әзер құтылыпты. Ақыры Әпішті Көлбайгереңнің өзі кеп ертіп кеткен көрінеді. Бір қызығы сол, Әпіш бүкіл ауылда ешкімнен беті қайтпайтын, таймайтын Әпіш Көлбайгереңнің дегеніне екі дегізбей бағынатын және қорқатын. Көлбайгерең Дүрияға үйленем дегенде еш дау-жанжалсыз өз еркімен ажырасып, өзіне тиесілі көрпе жастығын арқалап алып, зар еңіреп жылап фермаға кете беріп еді. Сонда біреулер қолтығына су бүрікпек боп, «Әпіш-ау, үн-түнсіз кете бермегін қалай?» дегенде, «Әпіш қайтейін, Құдай қосқан қосағым бақыр басты азаматым еді. Оны қарғап-сілеп, онымен соттасып не опа табам? Бұда Құдайдың маңдайыма жазғаны шығар» деген екен. Енді міне сол қосағына қайта қосылып, жағасы жайлау, көңілі жаз болды да қалды. Бірақ бәрібір Ырысбекке деген қитығы басылатын емес деседі жұрт. «Сапыны таптырмай қоймаймын» дейтін көрінеді. Неге қояйын, бақандай бір лаққа айырбастап алған дүниені. Әпіштің бұл сөзін естігенде Ырысбек ойланып қалды. Апырай, шынында да сол сапыны жер жұтты ма? Аяқ асты қайда жоғалып кеткенін білмей қор болдық-ау. Көлбайгереңнің қолын қайырып бұрап тартып алдым да қараңғыда ауыз үйге қарай лақтырып жібердім. Бірақ ертеңіне Дүрия екеуміз екеулеп іздеп таппадық, таңым бар, деді. Әжібек біздерге қарап, қабағын сәл түйіңкіреп, ауыздарыңа сақ болыңдар дегендей ескерту жасап қойды. Оқу жылы басталған. Біз түске дейін оқитынбыз. Мұғаліміміз Мұқан ағай аурушаң кісі еді. Оның үстіне түске дейін қосалқы 2 класты, түстенген және қосалқы 2 класты оқытып әбден шаршайтын болу керек. 2 сағат, 3 сағаттан көп ұстамайды.
Онан кейінгі уақытымыз қара кешке дейін ойынмен өтеді. Көбіне Ырысбектің есігінің алдына жиналамыз. Бұл үй біздің бас қосар орталығымыз боп алған. Бізді еліктіретін қызық атаулының бәрі осында. Әжібектің ойлап таппайтыны бар ма? Бірде ойнап жүргенімізде аяқ асты, «Давай, Ырысбекке концерт көрсетейік», деді. Біз түсінбей қалдық. Кәдімгі әртістерше ойын қойып береміз, деді Әжібек. Біріміз Төлеген, біріміз Бекежан боламыз. Қыз жібек болады, Шеге, Қаршыға болады. Әйтпесе байғұстың келгеніне бір жеті болды. Күндіз-түні үйінен шықпайды. Bir ауық көңілін көтерейік те. Әжібектің бұл сөзін онша түсініп болмасақ та бізге ұнап кетті. Дабай деп тұс-тұстан қолшынып шыға келдік. Әжібектің өзі Бекежан болды. Бәтен Төлеген болды. Шеге де табылды арамыздан. Қаршыға да табылды, ал қыз жібек жоқ. Балалардың ешқайсысы әйел болғысы келмеді. Қыздардың бірі келісер деп Қайрат пен Санат соларға кеткен. Біраздан кейін екеуі де салысуға кетіп қайтып келді. Ешқайсысы көнбепті. Ең аяғы жетім тоштанға дейін кетіңдер, әрі қыз жібек түгілі одан зорғысына айтсаңдар да әйел болып ойнамаймын, депті. Амал қанша ойынды қыз жібексіз-ақ қоятын болдық. Қораның іргесінен орын әзірлеп дайындыққа кірісіп те кеттік. Бәтен үйінен ұрлап алып келген жыртық-жыртық ескі алашаны екі бала екі жағынан ұстап тұратын шымылдық жасадық. Қасы көзімізді бояйтын күйе көмір оңай-ақ табылды. Бірақ бетімізге жағатын ештеңе таба алмадық. Бор дегенді Мұқан ағай 9 қабаттап, қол орамалына орап, қалтасына салып жүреді, не істейміз? Ақыр оның да жөнін таптық. Ойынға қатысатын балалар жүгіріп барып колхоздың кеңсесінің әктелген 1 майға қарсы әктелген еді. Қабырғасын алақандарымен үйкеп ап, бетіне жағу тиіс болды. Сөйтіп түгел дайын болған кезімізде Әжібек барып Ырысбекке хабарлап ертіп шықты. Ойынды бастауымыз сол екен. Ырысбек дәл біреу екі қолтығынан бірдей шап беріп қытықтап жібергендей қарқылдай жөнелді. Ақтаңдақ боп әг жағылған бетімізге, күйемен боялған қасы көзімізге, сақал мұртымызға, алым-жұлым ұсқынымызға, күс-күс боп жарылған көсеудей қап-қара аяқ қолдарымызға қарайды да ал кеп күледі. Шалқалай бере ха-ха-халайды, бүкшиіп ішін басып сылқылдайды. Жайықтың ақмаралы арма жібек. Ырысбек мүлде ішегі түйіліп, көзінен жасы сорғалап, санын шапақтап өлді де қалды. Қысқасы не керек, ойын біткенше есін жиған жоқ. Ойынымыз біткеннен кейін ол күлкісін тыйып сәл үнсіз отырды да, талаптарың жақсы екен балалар, деді. Қабағын шытып ойланып қалды. Жә, сендердің бұл жүрістерің бостан-бос азып тозу, сендерге мықты тәрбие керек екен, деп және тоқтады. Тағы ойланды. Былай балалар, бүгіннен бастап, қазірден бастап, сендер әскер дайындығынан өтіп, әскери ойындар ойнауларың керек. Әжібек, адъютант, я, деген шөп үстінде отырған Әжібек сел қосқана. Отставить. Қане, қалай келуің керек менің алдыма? Қалай жауап беруің керек? Деді Ырысбек жекіп. Әжібек ұшып тұрып Ырысбектің алдына кеп қалт тұра қалды да, қолын шекесіне апарып, ест, мен мұндамын, жолдас командир, деді. Міне дұрыс, атыңды атап мен шақырғанда ылғи өстетін бол. Қазір мыналарды тегіс бойларына қарай сапқа тұрғыз. Мен үйден киініп шығайын, сонан соң әскери дайындықты бастаймыз. Даусы мұздай болып, сөздері қатқыл шықты. Ест, командир. Әй, жетпегірлер, қане бойларыңа қарай сапқа тұрыңдар, тез, желкілеріңді үзіп жіберем, деп Әжібек те дікілдей жөнелді. Үйіне кірген Ырысбек іле-шала бар әскери киімдерін киініп, иығына мылтығын асынып шықты да, тізіліп сапқа тұрған қалған біздерді қабағын түйе жағалай бір қарап өтті. Аяқтарының басы, кеуделері сәл озыңқырап тұрған бір-екі баланы кейіндеу шегіндірді. Бір-екі балаға мұрындарын сүртіңдер деп ескерту жасады. Сонан соң өзі биіктеу жерге барып тұрды. Ең әуелі сапта түзу тұратын болыңдар. Тәртіп бұзғандарыңа көк шыбықпен дүре соғылады. Әжібек, әнеу бұталардың ішінен бір шыбық сындырып алып кел, бар. Әжібек жүгіріп барып шыбық сындырып әкелді. Ырысбек шыбықты алып былқылдатып көріп, ауаны осып қойды. Сен менің бірінші орынбасарым боласың, деді Әжібекке. Мына әскерлердің жүріс-тұрысын, тәртіптерін бақылап, маған баяндап тұрасың. Тәртіп бұзғандарына қатал шара қолданылады. Көк шыбықпен дүре соғу, қораға аш қатырып қамап қою, үйлеріне ешкім шағым айтып жылап барушы болмасын.
Ондай балаға екесе қатал шара қолданылады. Әке-шешесінің қойнында жатса, бұрбайынан ұстап суырып алам. Менің қолымнан әулиесі тартып көрсін сонан кейін, деп Ырысбек мылтығын қозғап жөндеп қойды. Бәріңе түсінікті ме? Түсінікті дестік. Кәне, әскерлерше бір кезде айтындар. Түсінікті. Тағы да қайталап айтындар. 1, 2, 3. Түсінікті. Тағы да. Біз тағы қайталадық. Дұрыс, деді бір кезде. Ал кімде сұрақ бар? Менің сұрауым бар, деді Әжібек. Иә, сұра. Мен сізді басқолбасшы десем қайтеді? Мақұл, солай де. Ал сөйтіп бүгінгі бірінші дайындық. Сапта жүріп үйрену, оңға солға бұрылуды үйрену, онан кейін секіру, жарысу ойындары. Сөйтіп біз бойламаған жерден әскер боп шыға келдік те, әскердің ойындарына кірістік. Обалы не керек? Ырысбек түсін суытып, қатал сөйлегенмен ойындарды тәптіштеп түсіндіріп, жанын сала үйретті. Өзімізде оның айтқандарын барынтамызбен қызыға орындаймыз. Раз, два, деп шпорлы етігімен жерді дүктік еткізіп адымдаған кезде біз де жалаң аяқтарымызды былпың топыраққа тып-тып еткіземіз. Шіркін-ай, Ырысбектікіндей қалың ұлтан етігіміз, шпорымыз болса деп қоямыз. Онан соң оңға бұрылу, солға бұрылуды үйрендік. Ең соңында Ырысбек сағатын қолына ұстап, өзі қадағалап санап тұрып, қашықтыққа жүгіруді үйретті. Биіктен секіртті. Әйтеуір кешке дейін қасымыздан екел ұзамай ойына келгендерін істетті. Кешкісін әбден сілеміз қатып, аяғымызды тең баса алмай шатқаяқтап үйге қайттық. Ертеңіне сабақтан тарасымен үйден апыл-ғұпыл тамақтанып тағы жиналдық. Ырысбек кешегісіндей тағы да мылтығын асынып шықты да тағы да әскери ойынымызды бастадық. Әжібектің білмейтіні жоқ. Ырысбектің айтпағын емеурінен қағып алады. Құп болады жолдас басқолбасшы деп қояды сарт еткізіп. Бұл күні ойнап жатқанымызда қасымызға Салтатпен колхоз бастығы Нұғман келген. Ол сырттай қарап біраз тұрды да, онан соң Ырысбекке таяп кеп бәсең үнмен бірдеңе деді. Кедергі жасамаңыз, деді Ырысбек дүңкетіп. Нұғман тағы да бірдеңе деген, мен өзім білем не істейтінді, аулақ жүріңіз, деді Ырысбек тағы да қатты сөйлеп. Бұл жолы Нұғман даусын көтеріңкірей сөйледі. Біз оның соғыс, колхоз, аудан деген жекелеген сөздерін ғана естідік. Ырысбектің жүзі күп-күрең боп түтігіп, көзі алақ-жұлақ ете қалды. Кет кәне өлмей тұрғаныңызда, деді ақырып. Мен қанымды төгіп келдім. Мына сендер үшін төктім. Сендер үшін кеудемді жау оғына төсеп, өкпемді оққа тескіздім, деп көкірегін соғып қалды. Біздің зәреміз ұшып кетті. Иығындағы мылтығын жұлып ап Нұғманды табанда атып тастайтындай боп көрінді. Нұғман атының басын бұрды да қырманға қарай жүріп кетті. Ырысбек болса оның соңынан көпке дейін айбат жегіп ашуын баса алмай селкілдеп тұрып алды. Соғысқа көмек дейді ғой, мен көмек етпегендей, саған қарағанда көмекті мен көрсеттім қанымды төгіп. Ауданмен қорқытады ғой мені. Ауданнан асып облысқа бар. Таярым жоқ сөзімнен. Ешкіміңнен де қорықпайым. Өзім қаным қарайып келген адаммын, шетіңнен жайрайтам. Мұнан кейін біздерге мүлде ешкім аңайламайтын болды. Әжібек қарап жүре ме? Күнде бірдеңені ойлап шығарады. Басқолбасшының алма жегісі келді. Қазір барып анау албалмағаштың сарғайып піскен алмаларынан әрқайсың 50-50-ден таңдап алма келіңдер деп бұйырады. Лаж жоқ, орындаймыз. Қиқаңдасаң көк шыбықпен дүре соғады. Бәтенмен санатқа бір-бір реттен дүре соғылған. Көк шыбықтың ізі құйрықтарынан бір жеті бойы кетпей көгеріп жүрді. Алғашқы күндердегісінде емес, соңғы кездерде Ырысбек біртүрлі өзгере бастады. Әнеугүні ауылды аралап шыққан. Өзгеріс сонан бері пайда болды. Әжібек екеуміз қасына еріп жүріп ек сонда. Ол әуелі қара қағаз келген үйлерге кіріп көңіл айтып, онан кейін үлкен ақсақалдары бар үйлердің кемпір шалдарына сәлем бермек еді. Ең бірінші ауылдың ең үлкен қариясы 90-нан асқан Қуатбай шалдың үйіне кіргенбіз. Осыдан 2 жыл бұрын жалғыз немересінен қара қағаз келіп, жадап-жүдеп шөгіп отырған қария алғашқыда Ырысбекті танымай шүйіле қарап, «Өкілмісің?» деп сұраған. «Жоқ ата, мен Ырысбек деген балаңызбын ғой». Айналайын, жақсыдан қалған тұяғым. Қане, береңкей, деп Ырысбекті иілтіп маңдайынан иіскеді. Марқұм бабаң Көкенаймен дәмдес, көңілдес болып ек. Ат жалын бірге тартып мініп, мал табуға бірге аттанып ек. Не заман өтті сонан бері, деді. Көңілі жасып, даусы бұзыла сөйлеген қарт. Бір сәт түйіліп отырып қалды. Шауқарға құсап, әңгіріп енді отырған отырыс мынау.
Өкілмісің дегенім, осында ауданнан жүрген шолақ қол бір өкіл бар. Не керек екен білмеймін, атаңның аузына біраз күн болды, айналшық жегендей осы үйдің алдынан шықпайды. Ей, жарықтық-ай, нең бар айдаладағы біреуді жазғырып, деді жүн түтіп отырған кемпірі. Жоға, неменеге келе береді деймін-ау осында, су ханым сүймейді өзін. Құдай басқа салған соң көнбеске шараң не? Темірім тұрса келмек түгілі аяғын қия басар ме еді, деді кемпір көзіне жас алып ауыр күрсіне. Иә, өлмеген соң көнеді екенсің бәріне де. Бір заманда жел жағымнан ешкімді өткізбеймін деген көкжалыңның бірі мен едім. Бүгінде әркімнің аяғының астында тапталып жатқаны мынау, деді мұңыншаға сөйлеген шал. Жә, қол-аяғың аман келдің ғой, қарағым. Бәрінен де үлкен олжа сол. Әй кемпір, жүніңді таста, шай қайнат, қазан көтер, әлгі қоңыр кебені ұста. Алыс сапардан бала келген екен. Ас суға рахмет, нанау істесем болады. Ауылды тегіс бір аралап шықсам деп едім. Әлі асықпай келіп өзіңізбен әңгімелесем ғой, деді Ырысбек. Жөн, онда сөйт, кейін асықпай отыратын боп бір кел. Сыртқа шыққанымызда қырманнан тас қоймаға астық тартып жүрген осы үйдің келіні Зибаш өгіз арбасымен есік алдына кеп тоқтап тұр екен. Ырысбекті көріп Зибаш анадайдан күлімсіреп келді де қолдасып амандасқан сәтте шарасы жасқа еріксіз толып кеткен көзін жаулығының ұшымен сүртіп сәл-пәл булыға өксіп жылап алды. Ырысбекті көріп көзіме оттай басылды ғой, темірімді көргендей болдым ғой, деп күйеуін есіне алды. Зибаш аққұба өңді, көзі боталаған әдемі толықша келіншек. Әжібек ылғи, осы біздің ауылда Зибаштан сұлу келіншек жоқ. Нағыз бота көз, мүсіні қандай, уыздай толықсып көзді арбайды, балтыры қандай түп-түзу, топ-толық, шіркін, тезірек ер жетіп кәмелетке толсам үйленер едім, дейтін аузының суы құрып. Мен қазір Зибаштың сол Әжібек мақтаған аяқтарына қарағам, қолдан тоқылған қалың жүн шөлкі киіп алыпты. Түзу қисығын айыра алмадым. Үстіндегі ескі шыт көйлегінің иық тұстары сетінеп жыртылыпты. Арт жағынан жылт-жылт етіп жалаңаш еті көрінеді. Күн қақтап күңіренткен жүзі сәл тершіп тұр. Зибашжан, халің қалай? Деді Ырысбек. Халдің несін сұрайсың, Ырысбек-ау? Көріп тұрсың ғой өзің. Сол баяғы әсем көркің. Әй, Ырысбек-ай, көңілшін айтасың ғой, әйтпесе енді бізде не көрік қалды дейсің, деп күлді Зибаш. Аппақ тістерін жарқырата күлімсіреп Ырысбектен көз алмай қарайды. Қымсынып қайта-қайта иығындағы жыртықтарын жапқансып қояды. Баяғыда өзіңді алып кету үшін темірге күйеу жолдас боп барғаным есіңде ме? Әй Зибаш, сен бір түлкі қырдан қашқанын, деп Ырысбек сөзінің соңын сәл әндетіңкіреп жіберген. Неге ұмытайын, дәл қазіргідей есімде. Енді қайтып оралмас дәурен ғой ол бір. Иә десеңші, темір дегендер жігіттің сұлтаны еді ғой, қайран замандас. Ең болмаса екі қол екі аяғынан айырылып кеудесінде бір жаны келсе де риза болар ем-ау тағдырға, деді Зибаш көзі тағы да жасқа толып. Сабыр етпегенде не істеймін? Жылап болғанбыз. Тек өстіп өзің сияқты ер азаматты көргенде көңілің еріксіз бұзылады екен, деп көзін сүрткен Зибаш тағы да жайдары күлімсіреді. Осы мезетте іштен шыққан кемпір Зибаш-ау, сен екенсің ғой, деген. Сусын ішкелі келіп, бір шалап жасап жіберіңізші ене, деді жалт етіп көзімен қоштасқан Зибаш есікке қарай бұрылып. Мұнан кейін Ырысбек біздің үйге кірген. Әжем қалбалақтап есі шығып мүлде қуанып қалды. Айналайын, жарықтық көкемнің баласы екен ғой. Басыңнан айналайын, көзіңнен айналайын, қолыңнан айналайын, деп бір сүйіп бір жылап шұбырды айналып толғанып жатыр. Қызғанып кеттім де шыдай алмай, әже, деп жетіп бардым алдына айқайлап. Әжем меселіңді қайтарушы ме еді сүюден. Сені де айналайын, жігіт боп ағасына ауылды көрсетіп ертіп жүрген, деп шолпылдатып мені де мұрнымнан көзден сүйіп алды. Одан есік жақта тұрған Әжібекке таяп, Әжібекпісің? Ой, тентек, одырайып тұр ғой өзі, қане бетті әкел, сені де айналайын тентегіңнен, деп оны да сүйді. Әй, әжем-ай, осынша дарқан сүйешек болармысың? Дүниеде сендей әже жоқ шығар. Қане, кімнің әжесі өстіп жұрттың бәрін алаламай мейірленіп сүйе алады? Мен төбем көкке екелі жетпей тұрмын. Міне, әжең болса осындай болсын, деп айғай салғым келеді мақтанып.
Ырысбек біздің үйден де нан ауыз тиіп қана шықпақ болған, сырттан аптыға ентеліп Нәзира әпкем кіріп келді де Ырысбекті көріп қысылып қалды. Мынау Нәзира ма? Ту, әже, тілім тасқа, балаңыз тіпті азамат болып кетіпті ғой, деді Ырысбек езуін жия алмай. Нәзира әпкеме ішіп жеп қарап, өзі қол беріп амандасты. Кім ойлаған мұндай боп өседі деп, мен әскерге кеткенде кішкентай ғана бала еді ғой. Нәзира деген күнім осы менің. Өй, көзіңнен айналдым сенің. Дастархан жайып нан турап, мына ағаңа айран құйып әкел, деді әжем. Нәзира әпкем дастархан жайып нан турады. Одан айран құйып әкелуге шығып кетті де біразға дейін кірмей қойды. Әлгі Нәзира қайда жоғалып кетті? Деді әжем шыдамсызданып. Әй, Нәзира, Нәзира! Нәзира әпкем есіктің саңлауынан қанат бер шығып кетші, деді. Мен жүгіріп шықтым. Нәзира әпкем екі тостағанға айран құйып есік сыртында ұстап тұр екен. Мә, сен апарып беш, әйтпесе мен ұялам, деді. Әнеу біреу Ырысбек дегеннің көзі жаман екен тіпті. Біздің үйден шығып келесі үйге бет алғанымызда Нәзира әпкем соңымнан әй қанат, деді дауыстап. Қанат, кері. Саған апам жұмыс тапсырып кетті. Мен амалсыз қайрылдым. Апам айтты десе заң қиқаңдауға болмайды. Ал немене, не жұмыс ол? Тентірейтін түкте жоқ, ендігі осы үйдің еркегі сенсің. Ана отынды жар, деді. Сөйтіп мен одан әрі ілесе алмай қалып қойып ем. Содан бастап Ырысбектің өзгерісі күрт. Жайдары бір әуендерді ыңылдап айтып, жез түймелерін құрым киіздің қиындысымен күніне әлденеше ысқылайды. Өзі өстіп күннен күнге көңілденген сайын біздерді балаларды болымсыз нәрсеге бола жазалауды да жиілеп қатайып кетті. Бұрынғы көзімнің нұрлары, көкесінен айнымаған күнім деп елжірей қарап айналып толғанудың бәрі жайына қалды. Енді Әжібек құсап, ол да бізді әй жетпегірлер, әй жүгірмектер деп шақырады. Артымызды жалаңаштап, жерге етбетімізден жатқызып қойып, көк шыбықпен шып-шып еткізіп дүре соққан кезде өзі айызғаны бір қаттана тістеніп тұрады. Жаза да көбейді, салықтың түрлері де көбейді. Сол көп салықтарды өтеу үшін тау бөктеріндегі жабай алманы дорбалап тасимыз. Шымырбай шалдың қауын-қарбызына да жиі-жиі аттанамыз. Бірақ бәрібір жазадан құтылып қашу деген жоқ. Іріктеп әкелген алмаларыңның ішінен құрты бар бір алма шықса да, әкелген қауының дәмсіз болса да жаза тартасың. Көк шыбықпен дүре соғады. Олаздай саптың алдына тұрғызып қойып, дәу табан әскер етігімен май құйрықтан теуіп қап қалпақтай ұшыратын сорыңды алам дейтін жазасы бар. Оны да ойлап тапқан Әжібек. Бұл күнде Әжібек әбден семірген. Бас қолбасшысының бірінші орынбасары. Оң қол ретінде ол да бізден салық алады. Ырысбектен артылған тәтті қауын мен піскен алмалар соның аузында. Ендігі бізден салық ала алмай жүрген, есе тимей жүрген Ырысбектің екінші орынбасары боп кейінде сайланған Қайрат қана. Әжібектен кейінгі Ырысбекке жақын бала сол. Өзі білдіртпей ғана Әжібектен тайталасатынды шығарды. Ырысбектің үйіне Әжібектен бұрынырақ кеп етігін сүртіп тазалап, жез түймелерін жылтыратып, ысқылап бәйек қағады. Кеше әуелдеп Әжібекті Ырысбектің үйіне кіргізбей қойды. Бас қолбасшы қазір шығады, осы далада күте тұр, деп. Әжібектің түрі жаман бұзылып кетті, бірақ ештеңе деген жоқ. Қызырақтаған күйі бізді сапқа тұрғызып, өзі есіктің көзінде тұрған. Қайратқа қалай тиісерін, қалай мұқатарын білмей тістенумен болды. Онан соң әскери ойындар кезінде байқамағансып, ойнағансып барып Қайратты бір-екі рет аяғынан шалып қап, тоңқала басырған. Екі ретінде де жерге оңбай гүрсете түскен Қайрат көзі жасаурап, жамбасын сипалай берді. Жылауға ұялды. Көзі шіпілдеп жасқа толып кетсе де күлгенсіді өзінше. Өйткені ойнап жүріп жыласа басы таз болады ғой. Әскери ойындар аяқталып, енді алмаға барамыз ба, әлде қауынға аттанамыз ба деп бұйрық күтіп сапта тұрғанбыз. Ырысбек күрт түсі суып ызғарланып келді алдымызға. Әжібек, мен мұндамын, жолдас бас қолбасшы. Қазір табаның жерге тимей барып, Көлбай кереңнің сапысын әкел, деді жеп жіберердей түйіле ақырып. Бол, 5 минут уақыт берем. Әжібек жүгіріп кетті де әлден соң сапын алып қайтып оралды. Ырысбекке ұсына берген тартары, деді Ырысбек. Дәл бір лас нәрсені көргендей сапыға жеркене қарап.
Тағы 5 минут уақыт берем. Осы күйінде Көлбайдың үйіне апарып, Әпіштің қолына тапсыратын бол. Өзіңнің қашан қалай ұрлап алғаныңды айт. Ал сен екеуің, деді сапта тұрған екі баланы нұсқап, бірге ілесіп барыңдар да, мынаның қалай тапсырғанын қарап тұрыңдар. Маған айтып келесіңдер. Енді Әжібек пен әлгі екі бала жүгіріп Көлбай кереңнің үйіне кетті де, көп кешікпей ентіге жүгіріп үшеуі қайта жетті. Біз саптағылар әлі тым-тырыс қозғалмай тұрмыз. Мен айтқандай түсіндіріп тапсырды ма? Деп сұрады Ырысбек екі баладан. Иә, өзім ұрлап алып едім, деді. Дұрыс, орындарыңа тұрыңдар. Ырысбек басын сәл төмен салып, жерден бірдеңе іздеген адамдай саптың алдында ерсілі-қарсылы адымдап ойланып жүр. Шпоры шылдыр-шылдыр етеді. Әжібек боп-боз болып саптың басындағы өз орнында тұр. Қайрат, деді сәлден кейін Ырысбек қалтасынан кілтті шығарып. Мә, мынаны айдап апарып, қама ана қораға. Біз Әжібек тайталасып бірдеңе дер, көз сөз қайтарар, болмаса қаша жөнелер деп ойлағанбыз. Түкте өткен жоқ. Қолын артына қайырып ұстады да Қайраттың алдына түсіп, қораға қарай өзі жүрді. Әжібек қамалғаннан кейін сапын алған кезде оның қасында болған төртеумізді алға шығарды Ырысбек. Әрқайсысыңа 2 көк шыбықтан дүре, 2-ден сорыңдалу деп жаза кесті. Біз бір-бірімізге жаутаңдай қарап үн-түнсіз ышқырымызды босатып, арқамызды жалаңаштадық та қатарласып екпеттей жаттық. Ырысбектің қолындағы көк шыбық 2 реттен шып-шып етіп, арқаларымызды тіліп-тіліп өте шықты. Көзіміз жасқа толып-толып кетті, бірақ тістеніп жылағамыз жоқ. Онан соң қатар тұрып кезекпен 2 реттен сор алғыздық. Теуіп қалады, ұшып түсеміз, қайта кеп тұрамыз, тағы тебет. Көзіміздің жасын жеңімізбен сүрте бердік, бірақ ешқайсымыз қың етіп дыбыс шығарған жоқпыз. Шыдап бақтық. Бізді жазалап болғаннан кейін сапқа қайта тұрдық та Ырысбек қораға кіріп кетті. Әжібекке не істеген білмейміз, бір кезде оның ойбай-ай, ойбай-ай деп зар қағып шырқыраған даусы шықты, өкіріп жылады. Шып-шып еткен көк шыбықтың ысылы, онан соң күрс-күрс тепкен сор алудың дыбысы, ағатай-ай, ағатай-ай, құлың боп өтейін деп шырқырай жалынған Әжібектің құлындағы даусы. Көзімізбен көрмесек те Ырысбектің Әжібекті аяусыз қатты жазалағанын сезіп тұрмыз. Әжібекке жанымыз ашып, бір-бірімізге жапақтай береміз. Ара түсуге қолдан келер дәрмен жоқ. Ырысбек көптен кейін шықты қорадан, терлеп кетіпті. Орамалын алып бет-аузын мойнын сүртті. Қолы қан екен. Қайратқа су алғызып жуынды. Біз әлі тырп етпей тұрмыз. Қанды көргеннен кейін мүлде үрейіміз қалмады. Әлден уақытта сүйретіліп Әжібек те шықты. Аузы, мұрны қан-қан. Қолымен арқасын артын ұстай береді. Өксігін әзер басып кеп орнына тұрды. Бүгін ешқандай тапсырма болмайды, тараңдар, вольно, деді Ырысбек. Әжібек 2 күн үйінде ауырып жатты. Апасына Ырысбектен жеген таяғын айтқан жоқ. Абайсызда темір тұмыр жатқан шұңқырға домалап құлап түстім деп қойды. Мен оған аяныш білдіріп, Ырысбек деген жауыз екен ғой дей бергем, былжырама әрі, деді ол бірден кесіп түсіп. Ырысбектікі дұрыс. Осындай болмаса, оның қай жері бас қолбасшы. Дұрыс істеді. Менің өзіме де керек сол еді. Әскери тәртіпте жүріп бас қолбасшыға қиянат істеуге бола ма екен? Егер нағыз әскердің қатарында жүрсек, мұндай қылмысым үшін мені ату жазасына кесер еді. Так что Ырысбек мені дұрыс жазалады. Мен тосылып қалдым. Әжібектің сөзі маған дәлелді, жанды көрінді. Осыдан кейін Ырысбектің қалған төртеумізді жазалауында дұрыс деп білдім. Күнделікті сабақтан шыққан соң бұрынғымыздай Ырысбектің үйінің алдына жиналып, әскери ойындарымызды өтей бердік. Бірде Ырысбек ойынды күндегіге қарағанда ертерек таратты да, маған сен тоқтай тұр деді. Мен балалардан бөлініп оның қасында жалғыз қалдым. Ол шырт дегізіп тісінің арасынан түкіріп қойып, маған бастан аяқ сынай қарады. Ырысбекпен бірінші рет бетпе-бет жеке қалуым еді. Көзі тура қарағанда алақ-жұлақ етіп, өңменіңнен өтіп, қорқынышты екен. Сен өзі тәуір жігіт болама деп жүрген баланың бірісің, деді дауысы жұмсақ шығып. Сондықтан өте бір жауапты тапсырма жүктегелі тұрмын. Қалай, аузыңа беріп пе едің? Мен басын дейседім. Олай болса, мына хатты алда, қазір анау тас қоймаға барып, күтіп отырып, астық құюға келген кезінде Зибашқа беретін бол. Тура қолына ұстатты.
Байқа, хат бергеніңді ешкім көрмейтін де білмейтін де болсын. Ұқтың ба? Ұқтым, басқолбасшы Ырысбек аға. Бар онда, орында тапсырманы. Әй, тоқта. Көшенің ортасымен жүрмей, мына шет жақпен кет. Көп ешкімнің көзіне түспе. Мен ауыл үйлерінің сырт жағымен елеусіздеу айналып тас қоймаға қарай тарттым. Ұзақ күтіп отырып, дәл күн батар шақта Зибаш келген кезде жүгіріп қасына барып, жып еткізіп, қатты қолына ұстата салдым да, алды-артыма қарамай зыта жөнелдім. Әй, бұл не? Әй, тоқта! Деп артымнан дауыстағанына қарағам жоқ. Хат тасығаныма біртүрлі қатты ұялдым. Үйге кеп, әжем құйып берген жылы суға қол-аяғымды жуып, аяғымның жарылған жерлеріне шекі қаймақ жағып, онан тамағымды ішіп жатуға ыңғайланып отырғам. Әжем кішкене балаларды бауырына алып, ертегі айтуға кірісті. Апам мен Нәзир әпкем қырманда, екеуі де әзір қайтпайды. Біз ұйықтап қалған кезде түннің бір уағында келеді де таңғыла бере қайта кетеді. Сондықтан оларды біз балалар көп көре бермейміз. Бас көзіміз әжем. Тұсымдағы терезені біреу шертіп қалды. Жалт қарасам, Әжібек екен. Тез тысқа шық дегенде белгі берді. Лып етіп шыға қойдым. Әй, әлгінде кешкісін ойыннан тараған кезімде Ырысбек саған хат берді ме? Зибашқа тапсыр деп. Мен бұлтара алмай қалдым. Иә, берді. Ол хат қайда? Зибашқа бергем. Ақымақ есек. Деп Әжібек күйіп-пісіп ыза боп кетті. Осы тұрғаныңда мұрныңды бет қып жіберсе обалың жоқ-ау. Мен қайдан білейін? Ырысбек тапсыр деді. Басқолбасшы айтқан соң әскери тәртіп қой. Түфу, кешше. Менімен ақылдаспайсың ба әуелі? Ту, енді қайтейін-ай. Ішім удай ашып кетті-ау. Сармайдай сақтап сыртынан күзетіп жүргенімде, ал енді не болады? Не болады? Оны не қыласың күзетіп? Кімге сақтамақсың? Күйеу болса қара қағаз келген. Мынаның көкуін-ай, деп Әжібек мүлде күйініп кетті. Немене сонда мен адам емес бекем сеніңше? Немене мен Зибашты сүйіп ғашық болсам аузым қисайып қала ма? Сен кішкентайсың ғой әлі. Өспейін бекем, ей ақымақ-ау. Мен қайдан білейін? Бәсе, сен қайдан білушең, нені білушең? Давай үстіңе аяғыңа бірдеңе киіп шық, екеулеп іздейміз. Кімді? Зибашты. Бүгін кешкісін ол үйіне қайтқан жоқ. Дәуде болса Ырысбек оны бір жерде ұстап басын айналдырып отыр. Мен үйге кіріп тез ғана киініп шықтым. Күздің кеші қоңыр салқын болатын. Ымырт үйіріліп қас қарайыпты. Екеуміз құстай ұшып ең әуелі Ырысбектің үйіне келдік. Ырысбек жоқ. Дүрия жұмыстан қайтып, оның кешкі тамағын әзірлеп қойып, елегізе күтіп отыр екен. Қайда кеткенін білмейді. Ол үйден шығысымен Әжібек сәл ойланып алды да, қорықпайтын болсаң жүр. Не де болса анау шеттегі жылқы қамайтын тас қораға барайық, деді. Тартып кеттік. Долбарымыз дәл боп шықты. Зибаштың өгіз арбасы осы қораның алдында тұр екен. Әжібек екеуміз сыртынан айналып кеп қораның төбесіне шықтық. Сабаны түсіп қалған ашықтау тұсынан қораның ішіне құлақ тосқанбыз. Ырысбек пен Зибаштың сөздері ап-анық естілді. Ырысбек-ау, ұят қой ел жұрттан. Қойшы, жіберші. Мұның не сенің, шынымен-ақ зорламақсың ба? Дейді Зибаш. Зорлаймын, дейді Ырысбек. Мен сені адам деп шықтым ғой, Темірдің досы деп шықтым. Мұның қалай енді? Қойшы, босатшы. Мен аттан салам ендеше. Аттандап көр, кәне аттандаш. Егер аттандаса барып ара түсеміз, деді Әжібек құлағыма сыбырлап. Бірақ Зибаш аттандаған жоқ. Қайта сыңғырлап күліп жіберді. Қытығым келет, Ырысбек ағатай, қойшы енді. Ұяламын. Мұнан әрі екеуі де сыбырлап сөйлесе бастады. Ал, көрдің ғой, деді Әжібек қайтадан маған ызаланып. Ақымақ, осы қазір итеріп жіберейін бе екеуінің үстіне? Әкеңнің иттер. Әжібек ызақорланып жылап жіберді де жерге секіріп түсіп кетті. Мен соңынан секірдім. Бірақ ол маған қарамастан ауылға қарай жүгіре жөнелді. Қуа жүгіріп едім, ілесе алмадым. Қараңғыда 2-3 рет сүрініп ұшып түсе жаздадым. Әжібек, Әжібек деп дауыстап едім, жауап болмады. Үйге қайттым. Көңілім сынып торығып келем. Ырысбекті де Зибашты да өлердей жек көріп, өз-өзімнен булығып келем. Біртүрлі ызалану, қорлану бар бойымда. Айқайсап, екеуін де дүниедегі ең жаман лас сөздермен боқтағым келеді. Ертеңіне мен төсектен тұрмай жатып Әжібек келді үйге. Әдеттегісіндей ыржиып күлмейді. Өңі сынық. Қанат,
мен дегендерің бүгіннен бастап ырысбектің үйіне жоламаңдар, деді. Әнеугүні сен дұрыс айтыпсың, ол деген жауыз адам екен. Кездескен балалардың бәріне мен де айтайын, сен де айт. Мен үнсіз басымды изедім. 2 күннен кейін ата-енесін еңіретіп, жылатып, Зибаш Ырысбектің үйіне көшті. Ал Дүрия зар еңіреп жылап, Көлбай Кереңнің үйіне барды. Әпіш жылап-сықтап, көрпе-жастығын арқалап, сиыр фермаға кетті.